Айтсаң, орамал деп айтсаң не дейді? Арабтың әңгімесін айтпашы бізге дейді. Қазақтың кеш онда кимешек ки, кәдімгі орамал тап. Оны да қатырмайды. Әйтеуір бірдеңе айтып құтылып шығып кетеді ана жерден. Серік Мақұлбекұлы деген ақын бір ағамыз бар осы қазақтың. Сол кісі айтады да жаңағы, анау мынау деп әңгіме айтатындарға. Құранға қарсы шығып халқым оңбас дейді. Оңбайсың ба? Аятқа қарсы шыққан адам оңбайды ешқашан. Аллаға қарсы соғысу бұл ешқандай жеңіспен аяқталмаған ешқашан. Әрдайым жеңіспен аяқталады. Өзен боп жанарлардан сарқырар жас. Ақыр түбі сені Құранға қарсы шыққандығың жанарыңнан сарқыратып тұрып өзен сияқты жасты ағызады дейді бір күні. Орамал тағу жат елдің дәстүрі емес. Алланың бұйрығы бұл талқыланбас дейді. Алланың үкімі талқыланбайды, орындалады болды. Неге олай? Неге бұлай деген нәрсе Алланың үкіміне жүрмейді ол. Байқап ал, байлайтының кім бағыңды? Бұрған жөн жақсылыққа тіл жағыңды. Біл қазақ орамалды сөккеніңде шайтанның сөзін сөйлеп тұрғаныңды дейді. Орамал туралы әңгіме айтып жатсың ба? Орамалға қарсы шығып жатсың ба? Онда сен таза шайтанның әңгімесін айтып тұрсың, таза шайтанның әскері болып тұрсың осы тұрғанда. Дәл егер де солай өтсе, орамалға қарсы шығып, Алланың үкімдерінің қайсысына болса да қарсы шығып, өмір бойы солай өтетін болса, ол дүниеде азабын татады бірінші. Екінші, ақыретте оны тәубе қылмаса егер, онда Алла Тағаланың ұзақ азабы күтіп тұр оны.